Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен найман бауырсақтар немесе ши бауырсақтар деп аталатын бауырсақтың түрін әзірлейміз. Ол үшін бізге жарты стакан су, 1 дана жұмыртқа, 2 шай қасық шекер және де 1 шай қасық тұз, жарты стакан пісте майымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымызға жарты шай қасық содамызды салып, ситадан өткізіп, қамыр болғанша ұн саламыз. Қамырымыз қолға жабыспай, қатты жұмсақ емес болуы керек. Қамырымыз дайын, бетін 20 минутқа жауып қоямыз. 20 минуттан соң алып, тағы да бір осылай илеп жібересіздер. Тағы да 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды осындай бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Лағман созған секілді қылып созып, қамырымызды ұсақ-ұсақ етіп турап-турап аламыз. Қызып тұрған майымызға осы майда бауырсақтарымызды салып пісіріп аласыздар. Ши бауырсақтарымыз осымен дайын. Ал енді ас болсын, менің каналыма подписка жасап, лайк басып кетіңіздер.